Жылдам ақпарат тарады. Сәлеметсіз бе, қымбатты көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан біліңіз. Келсе арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Тоқаев маңызды заңға қол қойды. Мемлекет басшысы Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне орман шаруашылығы ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жөнінде жеке кәсіпкерлік субъектілерінің міндеттемелеріне кепілдік беру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының заңына қол қойды. Заң бойынша жер, орман, кәсіпкерлік, еңбек және бюджет кодекстеріне сондай-ақ 9 заңға түзетулер енгізілді. Түзетулердің бірінші болуы ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы заңнамалық жетілдіруге бағытталған. Заң мен ектау аумақтарды өз санатындағы жерлерге ауыстыру негіздері қайта қаралды. Түзетудің екінші блогы халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және екта аумақтарында қоршаған ортаға зиян келтірудің алдын алуға бағытталған. Үшінші блог Астана қаласының жасыл белдеуін қорғауды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз етуге бағытталған. Төртінші блог көміртекті офсеттердің мәселелерін реттейді. Орман кодекс ережелерін қолдануы, жаңа орман екпелерін отырғызу, сондай-ақ тозған, бұзылған жерлерді қалпына келтіру арқылы парник газдарын сіңіруге бағытталған. Мемлекеттік орман қоры жерлеріне сатылатын кеміртекті офсеттерді сату жөніндегі қызметке таратылады. Бесінші блокта екта саласындағы қызметкерлердің әлеуметтік қорғалуын қамтамасыз етуге бағытталған. Алтыншы блок бизнес субъектілерінің қарыздарына кепілдік беру жүйесін енгізуді көздейді. Кепілдік беру жүйесінің мақсаты кәсіпкерлік субъектілерінде екінші деңгейдегі банктердің кредиттер алу үшін олардың кепілмен қамтамасыз етілуі жеткіліксіз болған кезде қажет қаржыландыру көлемінің қолжетімділігін қамтамасыз ету. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.